Арыстан белгісі үшін тамыз айы қандай болмақ? Достар, астрология туралы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, астында инфобокста менің инстаграм, телеграм каналдарым бар. Сол жаққа тіркеліп, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, және де ол жақта көп ақпарат саламын. Сіздерге қызық болса, сол жақтан оқысаңыздар болады. 4 тамыз күні жаңадан ай туады. Жаңа ай туған кезде мен айтып жүрмін, жаңа энергия туылады. Вселеннаядан бір позитивный энергия бөлінеді. Сондықтан осы кезді пайдалану керек. Жаңа ай туылған кезде 2 аптаға дейін оның күші мықты болады. Сіздердің бірінші секторларыңызда және сіздердің белгіде туылады. Әрбір белгі үшін өзінің белгісінде айдың туылуы өте маңызды, яғни сіздерде бір жаңа этап басталады. Сондықтан қандай да бір жұмыстарыңыз болса, өзіңіздің жеке басыңызға байланысты, қатысты, жалпы сіздің сыртқы келбетіңізге байланысты, сіздің көзқарасыңыз өмірге деген басқа адамдармен қарым-қатынасыңыз жайында өзгерістер енгізуге және де қандай да бір қадамдар жасауға өте ыңғайлы кезең. Сонымен қатар сіздер осы кезде өзіңіздің қарым-қатынасыңызды бастасаңыз болады. Егер сіздің сүйіктіңіз бар болса, сол адаммен қарым-қатынасыңызды бастауға немесе қарым-қатынасқа түсуге өте ыңғайлы кезең. Сіздерде жаңадан 12 айлық 1 жылдық кезең басталады. Одан кейін 5 күні Венера планетасы 2-ші секторларыңызға кіреді. Венера жалпы ақша мен махаббатқа жауап беретін планета. Енді Венера негативный аспекттарда болса, онда сізге бір нәрселерге кішкене экономдау керек болады. Ақшаны рационалды түрде жарату керек болады. Ал егер оның аспекттары гармоничный болса, онда сіздерге сыйлық беруі мүмкін, сүйіктіңіз бір сыйлық алып беруі мүмкін, немесе сондай бір сіз ұнатқан, сіздің комфортыңызға қажетті бір сыйлық болуы мүмкін. Ол мейлі автокөлік болуы мүмкін, немесе үйге байланысты нәрселер болуы мүмкін. Тамыз айында 1 мен 31-не дейін бізде бір негативный аспект бар. Бұл Сатурн планетасы мен Юпитердің арасындағы квадрат аспекті. Енді бұл сіздердің 8-11 секторларыңыз болғандықтан, бұл жерде өзіңіздің қандай да бір ішкі блоктарыңызды бұзуға, солармен жұмыс жасауға, проработка жасауға өте қолайлы кезең. Мысалы, сіздің қандай да бір қорқыныштарыңыз бар, сол қорқыныштарыңыздың түп тамыры қай жерде жатыр? Соны анықтауға сізге оңай болады, және сол нәрселерді судың бетіне алып шығуға сіздерге оңай болады осы кезеңде. Және сіз онлайн жұмыс істеуге, мысалы блог жүргізуге, немесе қандай да бір достарды өзіңізге таңдауға қорқатын болсаңыз, достасуға біреулермен, сондай бір қандай да бір қорқыныштарыңыз болса, әр адамда ол әртүрлі қорқыныштар болады. Ол бала кездегі бір қандай да бір қорқынышы болуы мүмкін. Сондай қорқыныштарыңызбен жұмыс жасауға бұл кезең өте қолайлы. Сол туралы ойланып көріңіздер, түп тамыры қай жерде жатқанын анықтап көріңіздер. Одан кейін 13 күні Марс планетасы мен Юпитер бір нүктеде қосылатын болады, және бұл жерде біздің түнгі аспанда ең жарық жұлдыз бар, Альдебаран деген. Сол жұлдызда осы нүктеде болады. Яғни Альдебаран бұл сіздердің 3-ші көздеріңізді ашады. Яғни сіз кейбір жерде алдын ала байқайтын боласыз, бір нәрселерді алдын ала білетін боласыз. Ол жаңа трендтар болуы мүмкін. Екен сіздердің 11-ші секторларыңызға түсіп тұр. Егер сіз жаңағы блог жүргізетін адам болсаңыз, блогер болсаңыз, немесе елдің алдында, халықтың алдында жүрген адам болсаңыз, сіз алдын ала қандай трендтар бар, қандай трендтар жүретінін білетін боласыз. Немесе жарнама бойынша, қалай жарнама жасау керек. Мысалы, өзіңді жарнама жасау, немесе өзіңнің бір шығарған нәрсеңді жарнама жасауға сіздер мықты боласыздар осы кезде. Және сіздердің сөйлеу мәнеріңіз осы кезде мықты болады. Яғни сол жарнама арқылы сіз жақсы түсіндіре аласыз. Өзіңіздің шығарған нәрсеңіз қай жағынан мықты, қандай пайдасын алып келеді, сіз неге оны алу керексіз деген сияқты сондай бір қабілеттеріңіз осы кезде оянады.
Одан кейін 19 күні ай толатын болады. Ай толған кезде мен айтамын, бір нәрсенің кульминациясы, адам осы кезде қатты эмоционировать етеді деп айтам. Және осы кезде адам күнделікті өзінің күйбең тіршілігінен шығып, қандай да бір пазлды құрастыра алады, бір картинканың үстінен қарай алады, өзінің өміріне жоғары жақтан қарай алады, со стороны дейді ғой, жанынан қарай алады. Сондықтан осы кезде көбінесе шешім жасаңыздар деп айтамын, бірақ бұл жағдайда емес, өйткені осы 19 күні барлық планеталар бір-біріне негативный аспектта болады, яғни напряженный аспекттар көп болады. Сондықтан бұл жерде сіздің эмоцияға берілуіңіз өте тез болады. Сол үшін кейбір шешімдерді сіздер 22-24-не қалдырсаңыздар болады. Жалпы ай сіздердің 7-ші секторларыңызда толады. Бұл сіздің сүйіктіңізбен араңыздағы қандай да бір келеңсіз жағдайлар болуы мүмкін. Сіздің сүйіктіңіз сіздің еркіндігіңізді шектеуі мүмкін, немесе сіз сол нәрсеге қарсы шығасыз. Мүмкін сіз бір абьюзермен өмір сүріп жатқаныңызды осы кезде осознать ететін шығарсыз, сол мәселесінде сіз сөйлесесіз. Бірақ ондай сөздердің барлығы шиеленіске, ұрысқа алып келуі мүмкін, стрессқа алып келуі мүмкін. Яғни эмоция үстінде сіз өзіңіз қаламайтын шешімді жасауыңыз мүмкін. Сондықтан 22 мен 24 күнге қалдырыңыздар. Осы кезде бізде гармоничный аспект болады, бисекстиль деген. Бұл кезде сіздің сөйлесу мәнеріңіз өзгеретін болады, яғни сіз қатты эмоцияға берілмейсіз. Бұл жерде сіз барлығын компромиспен шешетін боласыз. Партнеріңізбен, сүйіктіңізбен, немесе ол бизнес партнеріңіз болуы да мүмкін. Сол адамдармен қандай да бір өзгеріс енгізу керек болса, сіздің бір нәрсеге келіспеушілігіңізді білдіру керек болса, онда осы 22-24 күнді таңдаңыздар. 25-нен кейін үлкен тригон деген аспект болады. Бұл гармоничный аспект, және бұл аспект өте мощный планеталардан құралған. Бұл жерде сіздің жұмысыңызға байланысты және сіздің кірісіңізге байланысты өзгерістер болады, яғни жақсы жаққа қарай өзгертсеңіздер болады. Енді бұл жерде сіз өзіңіздің істеп жүрген жұмысыңызға, өзіңіздің қаншама энергияңызды салған жұмысыңызда бір резкий ойламаған жерден бір өзгеріс болуы мүмкін. Ол яғни сіз мысалы күнделікті өзіңіздің блогыңызды жүргізіп жүрген адам болсаңыз, например, осы кезде сізде резко оқырмандарыңыз көбеюі мүмкін. Немесе сіз бір нәрсе сатып жүрсіз, осы кезде резко сізде клиенттарыңыз көбейіп, товарларыңыз тез-тез сатылып кетуі мүмкін. Сондай бір өзгерістер болуы мүмкін. Және сізге сол барысында көбірек кіріс кіруі мүмкін. Яғни осы сферада жақсы жаңалықтарға жету мүмкіндігіңіз жоғары болады. 28 күні Нептун мен Венера планетасы оппозицияда болады, яғни бір-біріне қарама-қарсы тұрады. Ең басты нәрсе бұл жердегі судан абай болыңыздар, және де тамақтан немесе дәріден, уланудан абай болыңыздар. Енді бұл сіздердің қаржы ойыстарыңызда тұрғандықтан, бұл жерде сіздің қаржы мәселелеріңіз шешілетін болады. Ұзақтан ұзақ тұрып кеткен бір мәселелер орнынан қозғалатын болады. Мүмкін сіз жаңағыдай бір алиментке, немесе бір страховкаға бір өтініш беріп қойған болсаңыз, немесе банкке өтініш берген болсаңыз, сондай бір жұмыстарыңызда жақсы жаңалықтар келуі мүмкін. Енді бұл жерде егер сіз осы күнге дейін беріп қойған жұмыстар болса, жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Бірақ именно осы күні барып беретін болсаңыз, қандай да бір өтініштерді, қандай да бір құжаттарды, сіз кейбір нәрселерді жіберіп алуыңыз мүмкін. Сізде қандай да бір розовый очки болуы мүмкін осы кезде. Сондықтан осыған дейін болған жұмыстар болса, жақсы жағынан шешесіздер. Бірақ осы күні барып шешуге тырыспаңыздар. Одан кейін 5 мен 28 аралығында Меркурий біздің ойлауымыз, сөйлеуіміз, біздің логикамызға жауап беретін планета ретро қозғалысқа кіретін болады. Естеріңізде болса, Меркурий жылына 3-4 рет ретро қозғалыста болады. Осы жолы 5 мен 28 тамыз аралығында болады. Осы кезде шығындарыңызға өте мұқият болыңыздар, және сіздер осы кезде өзіңіздің шығындарыңызды есептеуіңіз мүмкін. Жалпы Меркурий планетасы немесе кез келген планета артқа жүрген кезде арт жаққа оралу бұрынғы жақтағы
бітпеген жұмыстарды бітіру дегенді білдіреді. Яғни сіздерде екінші сектор, қаржы сектор болғандықтан өздеріңіздің шығындарыңызды есептеуіңіз мүмкін, немесе кірісіңізді есептеуіңіз мүмкін. Жалпы осы кезде қандай да бір инвестиция жасауға, бір салымдар жасауға, немесе бір нәрсе сатып алуға тырыспаңыздар. Үлкен нәрсе, және сіздерде жаңағы екінші 8-ші домның осі маңызды болып тұр ғой осы айда. Бір жылжымайтын мүлік сатып алатын ойыңыз болса, бас тартыңыз, келесі айға қалдырсаңыздар болады сондай жұмыстарыңызды. Міне достар, сіздерге арналған тамыз айына астрологиялық жұлдызнамам осындай. Жұлдыздардың, планеталардың қозғалысын өзімізге тек жақсы жағынан пайдаланайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.